Ертесі күні 2 жұмыртқа келдім, тағы да үндемеді. 3-ші күні тауықты көтіп келдім, сәсетті тауығын депті. Басын кестік та суырып, шаштық қып жеп алдық деді. Сөйтіп, өдеп, осы күйге жеттім деді. Сол жұмыртқаны қайдан алдым, сонда апар деп мені тартқанда, мен кінәлі болып бұл күйге жетпесем. Бала деумен мазалымыз, баладан түбі болып қалмаса ғой ажалыңыз, балаңды олай-бұлай деп көндірсең, тәрбие көрмеген келін келсе, сол болар тажалыңыз дейді. Сол үшін, ардақтылар, ұрпақ тәрбиесі, менің осы жерге келуімнің де басты мақсаты, Құдай куә, ұрпақ тәрбиесі. Қазақтың баласы біреудің қалған мұсырына, қап-қарасына қиналмай, біздің қазақ халқы ақ көйлек киген, ақтық болған, ақ дамбал киген, ақ кимешек киген, аналарыңыз естеріңізде шығар, аталарымыз ақ көйлек киіп жүретін еді. Жастар білмейді, аталарымыздың ескі суретін қарасаң, сыртындағы мынау қалың киімі қара болған шығар, бірақ ішкі көйлегі ақ болған бәрінің. Ақ кию шариғатта да бар екен. Мына кішкентай балаларға әппақ кигізіңдер деп айтыпты. Бұл сүннет екен. Неге? Өйткені ақ бала аққа құмар болса, ол кірі тез көрінеді ғой. Сол үшін бала кір болмас үшін бүйтіп жүреді екен, айналып. Қап-қара кигендер бар. Ноябрьден носки киіп, ноябрьде, мартта шешеді. Өзі жақсы көреді сол носки. Қайта-қайта еске қояды тағы да. Мұсылман адам таза болу керек. Таза болу керек. Иннал ислама назиф. Исламдың тап-тазадан фатаназзафу. Таза болыңыздар. Ла ядхулул жанната илля назиф. Таза болмағандары жәннетке кірмейді деді. Бұл тазалық екі түрлі болады. Рух тазалығы және дене тазалығы. Күніне 5 рет дәрет ала берсең де, тыңдаңыздар, күніне 5 рет дәрет алып таза болсаң да, ішкі дүниең пасық болса, Бұхар Жырау атамыз айтпақшы, тіл мұсылман болса да, діл мұсылман болмаса не пайда деген екен. Діліңмен сені көрек. Қабыл болатындай қып сені көрек. Біздің дұғаларымыз неге қабыл болмайды, білесіздер ме? Өйткені біз сенбейміз. Қабыл бола ма, болмай ма, молда да айтып, ладно, давай. Что-то қабыл болмаса, контрольный тағы да алмайды, қоямыз, давай деп. Фәдзкуруни әзкуркум. Мені қалай есің алсаң, маған қалай сенсең, мен сондаймын деді Құдай. Қабыл бола ма? Ладно, қабыл болса қабыл болар, болмаса ладно деп. Өтпейді ол. Кәдімгі сөйлесіп отырғандай. Бір әке баласына тәлім беріп айтыпты да, балам кітап оқыды, Құран оқы депті. Сөйтсе бала Құран оқыды да кепті. Қалай оқыдың сен? Нормально оқыдым депті. Енді депті, саған тапсырма, Мұхаммед пайғамбардың алдында отырғандай оқы депті ғой. Сосын бала кепті, қалай оқыдың десе, Фатиха сүресінің Әлхамдулиллахи Роббил Аламин оқып біткенде, пайғамбар алдында отырғанда ойлағанда депті, ары қарай оқи алмадым депті. Екі. Енді айтыпты үшінші күн. Әкесі, Құдайдың алдына отырып, Құдайға оқып бергенде оқышы депті. Бірақ оқы да Құдаймен сөйлесіп отқанда оқы депті. Бала жылап келді дейді, оқи алмай қойдым депті. Өйткені ісімді ойлағанымда кім екенімді бәріміз өзіміз білеміз ғой. Ана Құдайдың алдында өзім кім екенім ары қарай оқи алмай қойдым депті. Шынайы мұсылман осы отырғандарымыздың ішінде. Телефонына, мен былай деп айтайын, заманауи сіздерге. Телефоныңызды Мұхаммед пайғамбарға көрсетуге ұялмасаңыз галереясын. Сіз мұсылмансыз. Көрсете аласыз ба пайғамбарға? Өткенде біреу айтсам бүйтеді, намаз оқиды. Какой пайғамбар? Қатынға көрсете алмай жүрміз ғой, ішінде. Страшный нәрселер бар ғой телефон ішінде. Жаным деген сердечкалар кетті ғой талайына. Қалай айтасыз ертең? Ертең Алланың алдына ашылсашы осың бәрі. Алла ашушы ғой бәрі. Сондықтан, ардақтылар, Құдай жауап берсін айыбымызды. Бәріміз пендеміз, қателігіміз бар, басымыздан асып жығылады. Бірақ сіз бен біздің шынайылыққа қарай, тілменен көп сөйлеуден емес, өзін көрсетіп көкірек бұрудан емес, жүрекпен сенсек, соған амал қылсақ, ондан даримыз. Енді сөз қорытындысында жастар. Қазір интернетте уағыз көп. Интернетте кім көрінген уағыз айтқыш, кім көрінген жаңағы психолог, коуч, ақыл айтқыш болып кетті ғой. Күйеуге шығарып жіберемін, бақыттылықты үйретемін дейді. Өз үстінде дамбалды жоқ, айтып тұр өзі. Бақыттылықты үйретемін деп. Кеше көріп қалдым тағы біреуін. Бүйтсең бақытты болып кетесің депті ғой. Проблеманы ұмытып. Сол бүйтіп жатқан кезде маған 70 000 теңге төлейсің депті ғой арасында.
Не үшін десе, бүткізгенім үшін депті. Бір үйге бардым қонаққа. Сөйтіп қолын жуып отырса, мына ваннасында, айнасында жазып қойыпты. Үйдің иесі сондай не бар, аффирмация, мотивация сондай нәрсе бар. Мен бақытты боламын деп жазып қойыпты да, жабыстырып қойыпты. Ана қағазға бір бәленбай жыл болған еді алма. Сосын үйіне қарадым, бүйтіп анау мебеліне қарадым, бәрі құрсын анау қол жуатқанда сүртетін полотенце бар ғой? Бақытты адам полотенцесі емес анау. Кірі күші енді әлем. Мәселе жаңалығында емес. Сосын шықтым, отырма. Не бұл бақытты бола емесіз ба? Сен күлді өзі. Ваннадан көрдіңіз ба дейді. Сол ақымақпын ғой, соған сеніп едім, болмай жатыр деді. Әй, айналайын, қағазға жазып жабыстыра бергеннен болмайды. Ең болмаса қолыңды жайып, бүкіл әлемнің иесіне қол ес қақ, одан кейін естер, одан кейін амал, қимылда. Просто бүйтіп отыра бер демейді. Дұға қыла бер демейді. Дұғамен бірге әрекет керек, қимыл керек. Әрекетке сай берекет болады деп атамыз қазақ үйдеген. Сол үшін мына жастардың қолына интернеттегі әрбір нәрсені тыңдап, оны өміріңізге кіргізе берсеңіз, өміріңіз басқаша болады. Сол өмірді кешіп өткен міне аналар, міне аталар, осыдан өміріне қарасаңыз, талай жеткілікті дүниені айтып береді сіздерге. Сол бабаларымыздың жолы біздің асыл мұрамыз. Одан кейін көшеде жүріп кітап тарату. Қазір мектептерге бұл тыйым салынған, мектепте намаз оқитындар бар, уағыз айту, намаз оқитын молдалардың, немесе жаңағы намаз оқитын жамағаттардың мектепке барып оқушыларға уағыз айтып, сен жұмаға бар, жұмаға бармасаң анау, тозақ деген мынау деген уағыз айтатын жер мектеп емес. Мектепте өзі айтып, уағыздың айтатын өзі орны бар айналайын. Содан кейін группаларға кіріп алып, группаларда уағыз таратып, мына қайта келе береді бәрімізге. Жұма қабыл болсын. Жұма мүбәрәк болсын. Соны жіберетіндер өз жұма келмейді, любой. Бірақ жібере береді сол. Сондықтан бұның қажеті жоқ. Сол уағыздардың астында кішкене шрифтпен, немесе өлеңдермен қаспа. Я Ғаза деген, әй Палестинаны қорғауға соғысыңдар, кәпірлерді өлтіріңдер деген сол ұран болады. Соны тыңдаған кеше жігіттер Дагестанда кеше 8 адам өлтірді. Не шықты? Мұсылмандарды одан бетер қарабет қылды. Ислам тыныштықтың діні дегенді бұзып, стереотиптің талқанын шығарды. Пайғамбар заманда айтып кетті, мұсылмандар аяқтың аясында болады деген кезде сахабалар сұрапты да кәпірлер. Ол кезде мұсылмандар азақ болып, кәпірлер көп болады шығар, я Расулалла десе. Жоқ депті. Мұсылмандар санынан бәрінен көп болады депті. Бірақ бәрібір олар аяқтың астында болады депті. Сол кезде неге десе, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, олардың хафи қалбихи жүрегінде уахым болады деп. Уахым деген араб сөз. Арабтар өзі түсінбейді. Пайғамбардан сұрап, уахым деген не ол десек, дүниеге байланып қалады. Дүние құмар болады олар деген. Дүниеге сатылушы болады деген. Оны қазақ баяғыда да айтып кеткен, хадиске жөніп, аузы қисық болса да солай болады. Содан кейін осындай нәрсе кірген кезде әділетсіздік болып, біз езгіге түсіп қаламыз деген сөз айтқан екен. Сол үшін бірлік, ағайындық, қазақтың бауырмашылығы қайта бізге анау уағымен өзім кездескен сайын қазақтың бірлігі, қазақтың тірлігі бұл ұлағатты ұлы дүние. Сондықтан біздің мынау тұсау кесу, неке қию, бата беру, осы үрдістеріміздің барлығы жалғасу керек. Ұрпақтан ұрпаққа өту керек. Мәселе жіп кесуде емес, мәселе сол балаға дұға қылуда. Мәселе қандай да біздің салтымыз, дәстүріміз дінге бармайды. Тек қана бір майда шүйде ырымдар бар, ол ырымдар не адамдыққа, не дінге кірмейді. Ана жолдан қара мысық өтіп кетсе, жол жабылып қалады, біледі, жол жабылып қалады. Бір мәшіне жолың үстінде бұлай жүріп қисаланады. Bu ne yapıyorsun маспа десек, сөйтсек мысықты қуып жүрген алдын кеспеді. Бір ғұламадан сұрапты, жолдан мысық өтсе, қара мысық өтсе не болады депті. Сөйтсе ғалым ойланып тұрып, онда бір тышқан өлетін шығар депті точно. Бір тышқанның ажалы болды деген екен. Солда мынандай столбыдан өтпей өткендер отыр осы жерде, бой өспей қалғандар. Көп нәрсе өспей қалды солардың өзі. Ол мынандай столбыға қатысы жоқ. Сенің оқымағаныңнан, талпынбағаныңнан Құдай ризықты бәріне теңдей қылып береді. Теңдей бөліп береді. Бір адам Құдайға жалынды дейді. Менің ризығымды анау мені бермеді нәсібімді депті бір байға барып. Сонда Алла Тағала ризық жазушы періштені шақырып, сен мен жазғанды бермедің ме десе, я Алла мен бердім депті. Бірақ ол өз бар болмаса мен қайтам депті. Отыра берсең ешкім әкеп бермейді саған.
Сондықтан сәл қимыл қылып, Құдайдан сұрап, әрекет етсек, берекетті ел боламыз. Сол үшін біздің ұрпақтарымыз біреудің қалған нәрсесін емес, ұлы мақсаттарға, осындай жақсылықтарға. Мен бізді анау Совет үкіметі кезінен жамандап келген Америка құрама штаттарына барып келдім жуырда. Сол Американың президенті шақырып, солмен бірге дәмдес болдық. Сол кезде мен сол жерде жүрген қазақтың балаларын көрдім. Америкаға қашқан, кеткен, үйде бәрі сол жақта екен, 300 мыңдай адам жүр екен. Әй, қазақтың елін, біздің жерімізді сендер көгерту керексіңдер. Иә, бұл жақтағы жақсылық нәрсені үйреніңіздер, жұмыс істеңіздер. Сон біреу менен сұрайды, бұл американецтарды алдауға бола ма ұстаз дейді. Енді кішкене алдап, бүйтіп ақша табудың амалы ғой енді. Мен айттым, Қазақстанға біреу келіп, қазақтарды чуть-чуть алдауға бола ма десе, не жауап беретін едім? Түсінді дейді. Алдауға болмайды. Кәпірлерді де алдауға болмайды. Ешкімді алдауға болмайды. Алдаған сайын бізді жоқтап айта салыңыз. Сондықтан біз кішкене балаларымыз, жастарымыз оқып, тәлім алып, ғибратымызды көтеріп, білімімізді көтеріп, бір-бірімізді сүйегенде жәрдем беріп, бауыр болып, бұл біздің қазаққа аса керек дүние. Біз қателесеміз, біз пендеміз. Алла қателескендерді жақсы көреді. Ойламаңыздар, мен қателеспеймін, тілім келмейді. Жоқ, сені сол күйде жақсы көреді. Баланың тілі толық шыққанша, ас тамақтың қызығы ішке барып бұққанша дейді. Баланың тілі келмей, нан демей не десе соған мәз боламыз. Алла тура сол сияқты. Сенің тілің келмей, әлхамды дегенде, әлхамды ежектеп оқысаң, сол ежектегенің үшін сауап аласың. Күнәлі болмайсыз сіз. Өйткені тіліңіздің келгені сол, талпынғаның сол, бірақ сен шынайы жақсы көресің. Сенде екіжүздік жоқ, барыңды айттың Құдайға. Сол барыңызды көрсетіңіз. Енді сөзімнің төшкісі мынау. Ғұламалар бүйтіп айтады. Өзіңді қалай көрсетесің, елге қандай қылып көрсетесің, сондай бол дейді. Болдың ба дейді, соны көрсет дейді. Өзіңді қандай көрсетеміз бәріміз. Жаңа айтқандай, бетін қисық болса да бүйтіп, мына не рабочий бет өзі, мына рабочий бетпен сөйтіп кетсесің. Имам ағзам көшеден кетіп бара жатса, бір-екі әйел өсіп әңгіме айтып отырған дейді. Сонымен кетіп бара жатса, имам естіпті, ана екеуі айтады дейді. Мынау кетіп бара жатқан имам ағзам депті, түні бойы намаз оқиды депті, ұйықтамайды. Сөйтсе анау қойшы депті, иә, ұйықтамайды депті. Имам айтады, мен естідім дейді, бірақ мен ондай емес едім дейді. Мен ұйықтаймын дейді, адаммын ғой дейді. Сөйтіп дейді, ойладым дейді, егер мен туралы мына кісілер сондай айтса, қой, мен сондай болайын деп, сол күннен бастап намаз оқып кеттім дейді. Түні бойы тахаджуд оқыдым. Міне сол. Сондықтан сіз бен біз құсаппақ дейді ғой, болмаса да соған талпынып, сол ұлылықтарға қол созайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет сіздерге.